На ковре С в 1/4 финала весовой категории до 79 килограммов победу одержал Ибрагим Тумаев, Республика Северная Осетия, Алания. На ковер С приглашаются Ибрагим Тагиев, Республика Дагестан, Мариус Репка, Москва. На ковре Амар Джамбубаев, Карачаево-Черкесская республика, Рамазан Шамилов, Республика Дагестан. Борьба в 1/8 финала весовой категории до 61 килограмма. На ковре Б Марат Бадзаев, Московская область, Владимир Баяновский, Республика Саха-Якутия. Борьба в 1/8 финала весовой категории до 70 килограммов. Ковер Б. Сағаланар Ақсан Ектеке оғымма качествоның көміні тонтастырдығыз көйінер. Балы ұрынна Ақсан төйдікке болды. Сөйдіккелері бет. Өрені қаттым арыр. Ома кейті бәрінмек. На ковре С чистую техническую победу одержал Ибрагим Тагиев, Республика Дагестан. На ковер С приглашаются Калан Сайхан Бады, Республика Тува, Арсен Балаян, Калининградская область.
Владимир Баяновский қамсамыздан білейін. Әке қауыстық өстер. Бұнмалды өтіқті білдірет. Құтырла әтеті ұңылай бұл күдік. Мұнда Владимир Баяновский кейден өсе ғыр. Сүтті балығырына ақсан алты келе болды. Владимир Баяновский. Маптан аңы көштігет. Көрі бүгіді біріне құтыры минуты. Көз секунды қалды. Владимир Баяновский тоқтауаққа именеке кімнен келе тұрыр. На ковре А победу одержал Амаль Джандубаев, Карачаево-Черкесская республика. На ковре приглашаются Имран Кункеров, Имам Умаров, представители команды Республики Дагестан. Бұған қапсанына ұтба күді, оның білеме білейін. Владимир Баяновский көлдер. Бешігінде қалды. Оу, жатақы келді. Бейт балы ұрынды. Алты үстке Владимир Баяновский көйіні ұрынды. Оны бұрынсы медалейін алқы тұста браво ұлды. На ковре Б победу одержал Владимир Баяновский, Республика Саха-Якутия.